Qadrli Mursalar Mexanimdar, бұл видеоны мен әдейі осы конференцияға атымен болашақ конференциясына дайындап жатырмын. Себебі кейбірлері сұрақтар болуы мүмкін, алдын ала сол себептен сондай қосымша сұрақтар туындамас үшін мен сіздерге түсінейін деп едім. Осы конференция қатысардың алдында сіздер осы ABCNet сайтын кіріп, сол ABCNet несін жүктеп алсаңыздар, ABCNet. Ол кәдімгі мынандай параққа сосын жатақ парақ қағаз. Жатақ парақ қағазға осылай екі парақ. Оны әркім әртүрлі енді біреулерге қажет болар, біреу қажетсіз. Тек парақ қағаз қалтасынан жүрсе ол жедел түрде үйренесіңдер дегенім ғой. Ал кеттік міне. Ал мен қаршы скриминг жасап, осы конференцияның несіне байланысты сіздерге міне қадірлі мырзалар мен ханымдар латын әліппесіне мен болашақ конференц қатысуға шақырамыз. Міне мына жерде біріншіден жалғастырмын, ABCNet әліппесіне танысуыңызды өтінемін. Оны сіз ABCNet сайтына кіріп міне. Оны сразу көрсетейін. Міне ABCNet сайтына сіздер кіресіздер. Бәрін әдейімен осы мен ABCNet сайтына латын әліппесі, ABCNet әліппесі мында кіресіздерді. Керектісіздер мені мынаны жүктеп аласыз. Жаңағы қағаздағыны көрсеткендей. Керек десеңіз мына жерде ABCNet Excel ретінде бар, қосымшама. Керек болса тағы да сурет ретінде бар. Әрместерді көрсетейін. Міне жүктеліп жатыр. Міне жүктелді. Бұл не шығады? Әліппе шығады. Мына жерде мен әдейі клавиатураны keyboard, оны біреулер баспа, біреулер не дейді, бетін тақай, міне keyboard деген ол өте келіп тұр. Әлемдік стандарт бойынша ол бұл сөзі. Міне бізге ешқандай өзгеріс қажет жоқ. Міне әріппелері міне мына пернені бассаңыз, сосын кейін мынау осы Y-ды бассаңыз Ö шығады, О шығады, қай немен қосымша. Не болмаса напатығанды бірге басу керек болады. Сол. Мына екінші парақ жағында просто ережелер, мынау Word болмағасы менде осындай. Енді Microsoft сатып алу керек қой, просто мынау басқа программа қолданып жатқан. Сол үшін екі парақ атақ, Wordпен қолдансаңыздар, жарты параққа шығады. Жарайды, енді әрмен қарай кетейік енді. Бұны сіздер қалай қолданысса, мына керек болса, мыналарды қолданасыздар енді, оның қажет жоқ қой. Біз қажет тоқтайық міне. Сіздер мүмкін неге мен ABCNet проект дайын деп жатырмын. Міне мына жерге ABCNet транзитке кіресіздер. Міне керек болсаңыздар, міне қазір сіздердің көзінше егемен Қазақстан кірейік мысалы. Міне егемен Қазақстанға мына жерде менде дайын тұр неді міне бүгін ғой. Міне қарап тұрсаңыз бүгінгі мен тексеруге де болады бүгінгі уақыт. Міне жерде 24-ші. Айтпақшы кешіріңіздер, міне Наурыз мейрамы құтты болсын. Ораза да басталып кетті, ораза қабыл болсын. Ал міне енді міне көрдіңіздер. Міне өйткені мынау приложение бізде 10 жыл бұрын дайын болғанда. Оны Қазмедиада жұмыс істеді 2013-тен 2017-ге дейін. Неге тап латын әліппесі аларда бұл алып тастады. Енді астында не жатқанын мен ешкімге кінә қойғым келмейді. Бұл әліппе дайын еді, барлық жағынан өкінішке орай біз 3 әліппенің нұсқасында ұсындық, 4-ші кетті. Біреу де істемейді, ол бәрі ол. Оны бәрі өйткені ана ABCNet әліппенің 30 жылдан астам тәжірибесі бар. Бүкіл білім жүйесінде өткенде, Тасмағамбет өз жұмыс орналастырғанда, министр болғанда Қырымбек Көшербаев екеуі бірге басынан бастады. Так, міне мына жерін оқи бересіздер. Енді әрмен қарай егер текст керек болса, кез келген текстті нетесіз. Міне тағы да көрсетейін. Бірақ
сіздер ойлайсыздар ғой мүмкін мына приложение сіздер кез келген нете алады. Бірақ мына нені application дегенді, applicationды егер әркім өзіне орнатса, не болмаса әркімге орнатудың да қажеті жоқ. Ол серверді орнатса кез келген газетте автоматтық түрде міне осындай сілтемелерде ол жұмыс істеп тұрады. Тек қана сілтемені баса саласыздар болды кез келген газет. Енді керек десеңіздер мүмкін сіздерде ойлар тұрар. Мүмкін мынау тек қана газеттер жоқ. Міне егов порталы. Керек болса егов порталы да жұмыс істейді. Осымен. Оны егов порталды 2016 жыл мен шарт бойынша бұны кіргізгенмін егов порталға. Так, егер мүмкін халық бар, сіздерде мүмкін банкілерді пайда сондай күдікті керек десеңіз міне банкілерді істеп тұр. Оны қазір мен сізге обновить етейін алдын ала. Мына қазақша шығады. Енді көрініс міне тағы да. Так, енді мен түсінемін. Мен оны әдейі жазушылар одағына да осыны жіберіп едім. Бірақ жазушылар мүмкін ойлар, біздің кітаптарымызға не болар, мындай міне жазған кітаптан ода ешқандай проблема болмайды. Онда сіздер кез келген уақытта өздеріңіз осы ABC-ге қарап өздеріңізді қателіктерді редакция ретінде жасауға болады. Оны мен тағы да көрсетейін сіздерге қалай жасауға болады. Тағы да сол егеменді ала салайық. Егемен Қазақстанды тағы да обновить етейік. Бәрі бірінші 23-ші чтобы ешқандай болмасын. Мынаны мысалы кітаптың несінен сіз копирование жасайсыз. ABC-ге кіресіз, транзитке барасыз. Мына жерге қоясыз. Сосын транзит дей саласыз. Мына жақта осылай шыға келеді. Жоқ, оны жаға мен өшіріп тастадым, мен ойымша. Кешіріңіздер. Бәрі уақытында болсын. Транзит дейміз. Сосын мына жақтағы нені аламыз да, копия жасаймыз да, мында келіп, сосын мына жерде келіп, кез келген редакторға келіп, сіздер мына жерге жасайсыздар міне. Енді тексер 23 наурызда Теміртаудағы көп қабатты үйлерде біріндегі пәтерден баланың денесі табылды. Енді ол бүгінгі материал, енді ол егер мұндай сондай әрбір жазушы болсын, бір мында бір қателік болса, мүмкін өлі тұстары дұрыс жазылмаса, мен ойымша сіздер хабарласасыздар BBC-ге, не болмаса маған тікелей, онда телефоным да бар, WhatsApp-та бар. Мен ойымша бүгін хабарласу ешқандай қиындыққа тумайды. Сол қадірлі мырзалар мен ханымдар, так, шет жағасы міне көріп жатсыздар. Мен енді сол басқа тақырыпқа міне баяндамаларыңызды міне 2-3 минутты жоспарлағандар жөн деп ойлаймын. Сол кейбір пернетақтасында ешқандай өзгеріс болмайды. Бізде білесіз, орыс тілде енді бізде заң бойынша енді ұлтаралық тіл болады, біреулер ресми тіл дейді. Енді оны әңгімелеу қажет жоқ. Оны мен ойымша бүгін просто экономикасында ол жұмыс істеп жатыр, орыс тілі. Ал орыс тілімен қатар қазақ тілін қалай кіргізу? Вот сол бізге бүгінгі тақырып сол болып тұр. Өйткені іс жүргізуді біз жайдан жай қазақшаға аудару үшін ол біздің бүкіл экономикамыз аудару. Ол даже керек десеңіз банк жүйесі жағы электронды үкімет бәрі қалталарыңыздағы смартфонға айтпақшы, мен айтайын деп едім, айтып кетейін деп едім. Міне смартфондар, міне смартфонымыз. O da менде қағазым, бірақ инглиш тілінде, бірақ мен латын әліппесін, мында ABC-не латын әліппесін сіздер міне неден тоже Play Market'тен қосып жүктеп аласыздар. Ешқандай ода проблема туындап жоқ. Сосын міне әрмен қарай міне Қазақстан интернет қазақ тілді болу қандай іс-шаралар кетті. Мысалы ютубқа кірсеңіздер, байқасаңыздар, бәрі жарнамалар бәрі орысша кіріп жатады. Көбінесе енді 90% ба 95%. Оған қандай өз ойларыңыз бар? Сосын Windows-ты біз Қазақстанда инглиш тіліне аудару. Ал мен енді бұл видеомды тым көп ұзарта бермей қояйын. Міне жол белгілері де мұнда бәрі түсінікті болар жазу бойынша. Ал сіздерге
Рах- ал көп рахмет сіздерге. Қазір мен осы Ингландтан сол Борвик университетінің кітапханасында отырмын. Сол алыстан болғасын мен сізді біреуге тек қана мен бар хабарласатын, егер сондай хабарласатын ойларыңыз болса, тек қана маған WhatsApp арқылы SMS жіберсеңіздер де, мәліметтер жіберсеңіздер болады алдын ала. Көп рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Ал конференцияда алла жазса кездесуге жазсын.